Кеше, как всегда, көктемде отырып, сөйлесіп, сол жердегі адамдармен бір нәрсе есіме түсіп кетті. Дәл қазір мен өзім байқамаған екенмін. Бірақ бұрыннан армандаған өмірімді сүріп жүр екенмін, Аллаға шүкір. Неда? Кейде біз өзіміздің жеткен жетістіктерімізді байқамаймыз. Немесе байқағымыз келмейді, не байқайтын состояниеде емеспіз дәл қазір. Бірақ сәл-сәл отырып, демалып, кішкене былай ынтығып етіп не істеп келгеннен кейін барып демалып отырған кезде кішкене өзіңді басасың ғой, сондай состояниеге келіп, сәл-сәл саморефлексия, былай кішкене өзіңнің ішіңе қаратай ой жіберіп, ойланып, дәл қазір өмірдің қандай жеріндесің, қандай уақытындасың, өзіңді қалай сезініп жатсың деген сияқты сұрақтарды жиі қойып тұру керек сияқты. Біз кейде асығып өмір сүреміз деп ойлап, бірдеңе бізге жетіспейді, соны жетістіреміз деп ойлап, керек емес нәрселердің артынан жүгіріп кетеміз да, бірақ оны потом кеш түсінеміз. Но ол да нормально, потому что біз адамбыз, бізге қателесу в порядке вещей. Сондықтан ол да нормально, бірақ жалпы кішкене өзіңді жақсырақ сезіну үшін, өміріңді жақсарту үшін, менің ойымша арасында отырып, демалып, ойлану керек сияқты да. Мынандай кішкене перевалочный пункт ретінде қай жерге келдім, қай жерде отырым, баратқан жағым дұрыс па деген сияқты сұрақтарды өзіңе қою үшін да. И сөйтіп жасау арқылы біз бағытымызды дұрыстап аламыз да. Егер бағытымыз дұрыс емес болса, бағытыңды түзете аласың. Егер дұрыс келатсаң, то жай уақытша демалып алатын орын ретінде пайдалансаң болады да. Ойымды бөліп жіберді. Сол, в общем, просто кейде өзіміздің жеткен жетістіктерімізді байқамай атырамыз дегенім ғой. Себебі сен каждый раз ол демалып үлгермейсің да, келесі цель қойып тастайсың да, сосын сол келесі цельге жүгіресің да, и сөйтіп слишком ұзақ өмір сүріп кетсең, жаңағыдай демалмай да, секіріп бір жерден екінші жерге, үшінші жерге, төртінші, бесінші, алтыншы жерге өзіңнің мақсатыңдағы жерге жетпегеніңді байқап қалу мүмкінсің да, кеш түсіну мүмкінсің дегенім ғой. Сондықтан әрбір жетістік сайын, әрбір өзіңе қойған мақсатқа жеткен сайын демалып, ойланып, қай жерде мен дұрыс келатырмын ба деген сияқты өзіңізге сұрақтар қойып, соған жауабы нормально ма, дұрыс па, точно ма деген сияқты ответтеріңізді алып, ары қаратай жалғастырған дұрыс сияқты. И дәл қазір мен өзім андай состояниеде жүрмін. Мен жалпы енді бездельник адамын, шынымды айтайын. Жұмыс жасағанды вообще жақсы көрмеймін. И мен осылай свободада жүрген кезде өзімнің ойымның да, өмірімнің де, былай айтқанда, өзімнің удовольствиемен өмір сүрген кезде ең максимальный продуктивный екенімді сезінемін да. Мысалы, дәл қазір мен бірдеңемен айналысам деп шешетін болсам, мен максимально өзімді берем соған, сол іске. Ондай состояние болу үшін мен өзімді полностью свободада сезінуім керек. То есть істегім келген нәрсемен айналысып, тамақ жегім келсе тамақ жеп, қай жерден жегім келсе сол жерден жеп, ұнаған тамақты, или қай жерге барғым келеді, қай жерде отырғым келеді, не істегім келеді, кітап оқығым келе ма, моментінде қандай қалауым бар, соны орындау арқылы в адекватной форме енді. Мен өзімді в потоке сезінемін да, сондықтан сол арқылы мен өзіме жұмысқа да мүмкіндіктер беремін да. Егер алдымнан өзіме ұнайтын бір мүмкіндік шықса, сол мүмкіндік келіп жатса, мен соны полностью алып, соны орындауға тырысамын. И сөйтіп солай жұмыс жасау арқылы мен жақсырақ ақша табамын, берекелі ақша табамын, Аллаға шүкір. Сондықтан өзіңіздің
бұл жерден екі нәрсе алып кетуге болатын шығар. Демалуды ұмытпаңыз, өзіңіздің қай жерге жеткеніңізді ойланып қараңыз, дұрыс келе жатсыз ба деген сияқты. Тым асығып басқа жаққа кетіп қалуы мүмкінсіз, жолыңыз адасып кетуі мүмкін деген сияқты. И тағы бір нәрсе, ол скорее всего, енді білмеймін, ол сізге жараса ма жараспай ма, себебі әрбір адамның әртүрлі жауапкершілігі бар, отбасының алдында, өзінің алдында деген сияқты, басқалардың алдында. Маған оңай болуы мүмкін айту, себебі мен үлкен компаниямен управлять етіп жатқан жоқпын, немесе әйелім, бала шағам жоқ та. И мен сіздерді түсінбеуі мүмкінмін, бірақ соның өзінде де сондай жағдайда жүрсеңіз де арасында өзіңізге бір күндік, жарты күндік, 5-4 сағаттық, 3 сағаттық, 2 сағаттық осындай демалыс, перевалочный пункт жасап, ойланып, демалып жүргеніңізді, жаңағы дұрыс атқаныңызды өзіңізге чүктеп галочка ретінде алып алсаңыз болады. Ал сізге еще видеоның соңында Каспий теңізін көрсеткім келген. Қараңызшы, керемет. Ақтау, Каспий теңізі. Кайф та? В общем. Бұл менің, скорее всего, екінші видеом, камераң алдында сөйлеп жатқан, бұлай далада дегенім ғой. Бірақ өзімді жақсырақ сезініп отырмын в этот раз. Өткенде кеше жазып едім, звук онша емес болып қалды, сондықтан оны шығармайтын шығармыз, скорее всего. Осы видеоны шығарам. Себебі менің ойым да, звук та өзімнің қалағандай болып тұр.